Жалпы енді қазір ойыңызды бөліп жіберейін. Мгм. Біз енді әлеуметтік желінің қолданушысы ретінде мен Мгм. діни контенттерге өте көп кезігемін. Мгм. Оның ішінде кәдімгі кәсіби дін мамандары, мешіт имамдары, ұстаздардан бөлек Мгм. қарапайым адамдардың өзі дінге қатысты ақпарат Мгм. бөлісіп жатады. Мгм. Одан бөлек әлеуметтік желіден Иә. түрлі пабликтер бар осы Иә, діни иә, бағыттағы. иә. Енді бұлардың көбейіп кетуінің немесе дінге қатысты ақпараттың тым көбейіп кетуінің бір қауіпті тенденциялары бар ма арасында? Енді әрине бар. Бұл жерде мына нәрсені біз білуіміз керек. Негізі дін бұл бір ғылым да үлкен. Негізі дінге үлкен ғылыммен, біліммен келетін дүние. Енді әлеуметтік желіні ашып қарайтын болсақ, дін туралы ақпаратпен бөлісіп, дін туралы контент жасап жатқанның барлығы дін мамандары ма деген сұрақта. Егер нақты дін мамандары болса, ол қоғамға жаңағы дұрыс бағыт бағдар бере алады. Ол қандай дін маманы, оған да қарауымыз қажет. Ал бізде қазір қарайтын болсақ, діни жаңағы не теологиялық, не дінтанымдық білімі жоқ әртүрлі мамандар дінге деген қызығушылығы бар, өзі практикалық тұрғыда дін ұстанады и сонымен бөлісіп жатады. Кейбіреулері ішінде неофит деп енді жаңағы дінге енді келген, жаңағы бүкіл эмоциясын сөйтіп жаңағы агрессиямен бүйтіп көрсетіп жататындар болады да. Яғни мен ақиқат осына дұрыс жолдамын, сендер адасып жатсыңдар, тағы басқа деген сияқты. Ол әлі не бір дұрыс кітап оқымаған, діни сауатын, діни жаңағы фундаментін дұрыс қалыптастырмағандардың өзі осы әлеуметтік желіні алып, мысалы, осылай отырып подкаст жүргізеді, тағы контент жүргізеді. Бұның бәрі кері әсерін беруі мүмкін. Біз керісінше оны дінді дұрыс жағынан жаямыз деген ниет болуы мүмкін, мысалы керін, бірақ ол кері әсерін береді да. Керісінше адамдар діннен алшақтату немесе діни теріс түсініктерді қалыптастыру, радикалды, деструктивті жаңағы әрекеттерге алып келуге әсер етуі мүмкін. Енді біз мысалы қазір мысалы психологияны кейбір психологтар шықты, жаңағы дінді пайдалану арқылы, діннің мысалы қазір қоғамға қарасақ, жастар арасында дінге қызығушылықтың несі өте жоғары. Яғни соны пайдаланып өзінің хайп үшін дейді, аудитория үшін, ақша үшін осы дінді пайдалану оңай да. Яғни дін туралы айтып жатса, адамдар тез келеді, деген сияқты. Біздің қоғам, біздің мәдениетімізді немізді алсақ, ол исламмен байланысты да. Сөйтіп жаңағы исламды жамылып, әртүрлі осындай контенттер жасап жатады. Бұл шын мәнінде енді діни тұрғыдан қарасақ та, жаңағы мемлекеттік құндылық, ұлттық құндылық, жаңағы ұлттық ұстаным, мемлекеттік ұстаным тұрғыдан қарасақ та дұрыс емес нәрсе. Яғни нақты қазақта сөз бар ғой, жаңағы тауық сойса да қасапшы сойсын дейді. Немесе анау белгілі осы социология, әлеуметтану ғылымның дамуына бір үлкен үлес қосқан Ибн Халдун деген ғалым бар. Осы кісі мемлекеттің қоғамның құлдырауының, кері кетуінің бірнеше себептерін көрсетті. Соның біреуі қоғамда қашан адамдар өз ісінің мамандарын, ғалымдарды, жаңа сарапшыларды тыңдамаса, оларға бойұсынбаса, сол кезде қоғам кері кете бастайды дейді. Енді қазір біз қалай қарасақ, қоғамда мысалы психосоматиктер деген пайда бола бастады, немесе дінді жаңа пайдаланып психология жасайтындар, діни блог жасайтындар пайда болса. Бұлардың көбісі, басым көпшілігі діни теологиялық дұрыс білімі жоқ. Тіпті жаңағы біреулердің жаңағы дұрыс психологиялық білімі жоқ, дұрыс теологиялық білімі жоқ, бірақ ортақ бірнеше жасағысы келеді. Ал бұның бәрі біздің қоғамды дамытуға емес, қоғамның дұрыс сана, дұрыс құндылық, дұрыс мәдениет қалыптастыруға емес, керісінше жаңағы кері кетуге, сананың тоқырауына осындай бір әсерін тигізуі мүмкін деп есептеймін.